Сәлем достар, осы видеода первый шаг атты анимені қысқаша түсіндіріп беретін боламын. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын, ал ендеше кеттік. Анименің басын Иппо есімді қарапайым мектеп оқушысын көрсетумен бастайды. Иппо бос уақытта анасына балық бизнесін жүргізуге көмек көрсетіп тұрады. Ол әкесіз өскендіктен өзгелерден қарағанда көп жұмыс жасайтын. Иппо сол күні сабақта болғанда сыныптастары оны киноға шақырады. Бірақ Иппода бос уақыт болмаған соң бас тартуына тура келеді. Иппоның көңілі түседі. Бірақ бұл жалғыз мәселе емес еді. Жергілікті бұзақылар тобы Иппоны ұрып соға бастайды. Сонымен қатар оған балық құрттың иісі аңқитынын айтады. Онымен қоса Иппоның анасын балағаттап тастайды. Иппоның өзегін өкініш өртеп, оларға қарсы тұра алмайтыны намысына тиеді. Сол сәтте табан астынан Такамура есімді профессионалды боксер келіп қалып, гопниктерге қашуға уақыт беріп, олар көзін құртады. Ауыр соққылардан кейін Иппоның бас айналып талып қалады. Бір сәтте бокс залында есін жинап, Такамура жаралы жатқан оны көріп тастап кете алмапты. Бір жағынан өзі де хулигандарды ұнатпайтынын айтады, және өзін қорғай алмайтындарды да. Әзілдеп тұрып, Такамура Иппоға бір-екі прием үйретіп жібермекші болады. Такамура қарапайым соққыны жасауды көрсеткенде, Иппо грушаны жұлып әкетердей соққы жасайды. Өйткені Иппода боксердің қаны болатын. Соққыдан кейін Такамура қолдары жыртылған Иппоға қарап, железный кулактың белгісін байқайды. Такамура оған ерекше екенін айтып, физика жағынан да жаман емес екенін түсіндіреді. Жаңағыдай соққы жасағанда потенциал сақтау керектігін айтады, ал Иппо өмірінде төбелесіп көрмепті. Ал оған морально адамды ұру өте қиын. Такамура оған бокс туралы кассета беріп, қорқынышын басуға көмектесетінін айтады. Иппо үйге келген соң қайта жұмысқа толы өмірі басталады. Анасы Иппоны шақырып алып, одан кешірім сұрап, өзіне көмектесуін тоқтатып, мектеп шағын рахаттанып өткізуін айтады. Иппо видео кассетаны көріп отырып, осындай күшті бағындырған адамның не сезетіні оған қызық болады. Боксқа деген қызығушылығы оянып, кездейсоқ журнал сатып алғанда, журнал беттерінен Такамураға көзі түседі. Ол шынымен де өте мықты боец екен. Бірнеше күннен кейін Иппо Такамурамен жолығып, өзінің профессионалды боксер болғысы келуге ынтасы бар екенін айтады. Бұл сөздер Такамураның шамына тиеді, себебі бұл сөздермен Иппо боксты бағаламай тұр, және өзі сияқты әлсіздер мен қорқақтарға боксқа орын жоқ екенін айтады. Бірақ Иппо уже шешім қабылдап қойғанын айтқанда, Такамура оны бәстесуге шақырады. Такамура ағашты теуіп жіберіп, жапырақ жерге түсіп үлгергенше жеңіл соққылармен оларды жинап алды. Иппоның кезекті сынағы туп-тура бір аптаның ішінде соққы жасай отыра 10 жапырақты қағып алуы тиіс. Егер жасай алған жағдайда боксты үйрететінін айтады. Бұл қарапайым көрінгенімен жапырақты жинап үлгеру оңай іс емес екен. Біріншіден, Иппоның жапырақты қағып алуға жылдамдығы жеткіліксіз. Ал ол екінші жапырақты қағып алғанда қолындағы басқалары түсіп қала берді. Иппоға Такамураның ептілігін түсіну үшін көп уақыт қажет етті. Бір сәтте Такамура жапырақты қағып алғанда босаңсып отырғанын байқап, өзі де қолын созғанда өзін жеңіл сезіну керектігін түсінеді. Иппо ондай тәжірибе жинау үшін көп уақыт керектігін түсініп, тоқтамай жаттығумен болды. Арада бір аптада өте шықты. Такамура Иппоны көруге келді, және ол Иппоның қажыған түрін көреді. Иппо өзін мұқият қарауын өтінді. Ал Иппо дайындалып, соңғы күшін сақтап отыр екен. Және Такамураны таң қалдыра отыра Иппо сынақтан сәтті өтті. Тек Такамураның сынағында екі қолын қолдана отыра 10 жапырақ жинау керек болатын. Ал Иппо бір қолымен ақ 10 жапырақты жинай алды. Иппо оны өзі де түсінген жоқ, бірақ тапсырманы дұрыс орындап шыққанына қуанумен болды. Такамура ойланып, одан ерекше боец шығатынын аңғарды. Такамура Иппоны залға алып келіп, новичокты бәріне таныстырады. Бір мәселе, Такамура бұл залдың тренері емес екен. Сондықтан ол барлығын өзі шеше алмады. Бұл жерде басты тренер Камагава. Ол Ипподан жауынгердің рухын сезбеді. Сондықтан одан еш нәрсе күтіп керек емес екенін айтады. Такамура оған бір мүмкіндік беру керек деп тренерді көндіреді. Камагава оны тек спарринг көрсететінін айтады. Иппода бірде-бір жекпе-жек жоқ, ал оның қарсыласы Мията осы залдың ең үздік жас жауынгері. Оның еңбекқорлығына залдағылар одан ерекше
ерекше үміт күтеді. Ал осыдан-ақ Иппода шанс жоқ екенін түсінеміз. Такамура оған тек қорғанып жүрген жеткілікті екенін айтып, бір раундта 4 рет құласа, сынақтан өтпей қалатынын айтады. Иппода паника басталып, Такамураның айтқанын ұмытып, қолын әйтеуір сермей берді. Иппода қорғаныс проблема болатын, денесін жапқанда басы ашылып қала беретін. Күшті соққыдан кейін бәрі аяқталды деп тұрғанда, ондай удар алып көрмеген Иппоны ішкі рухы аяққа тұрғызады. Такамура бір-екі совет бергенімен оны кезекті нокдауннан құтқара алмады. Мията өзі де бітті деп тұрғанда, Иппо қайта аяққа тұрады, ал бұл Камагаваға ұнай бастады. Осындай картинадан кейін өзге де боксерлар Миятаның соққысы әлсіз екенін талқылап тұрады. Себебі новичок оның соққыларын әлі көтеріп тұр. Ал бұл Миятаны ашуландырып, Иппоны серьезно соққылап бастады. Барлық күшін максималды түрде қолданып, Иппоны құлатпақшы болды. Иппоның берілмейтін қасиетінің арқасында екінші раундқа да сәтті жетті. Осылайша Иппо кішігірім сенсация жасап тастады. Такамура оған тек қорғанумен болатын болса, жеңіс жоқ екенін айтып, енді шабуылға шығуға кеңес береді. Ал енді Иппо Миятаны сол қолымен жеппен шабуылдай бастады. Такамураның жоспары бойынша Иппо оны бұрышқа тақап тастау керек болатын. Миятаның қорғанысы ашылған сәтте Иппо оң қолымен жойқын соққы жасайды. Бірақ грушаны ұрғандай тоң қалаңасады. Таңғалдыратыны барлығы жоспар бойынша келіп, Иппо оның қорғанысын сәтті бұза алды. Мията контр-атакаға шығып, Иппоны жеңіп тастауға мүмкіндік келсе де олай жасамады. Осылайша Иппо үшінші раундқа да сәтті жетті. Ал бұл өзге де боксерларды таңғалдырады. Үшінші раундта Мията шыңдап бокстаса бастады. Тәжірибесінің арқасында Иппоның тамағына соққы жасады. Осыдан кейін Иппо оны өзі ойлағаннан да қауіпті деп санады. Және Иппо сотрясение алып, нерв жүйесі Иппоның басқаруынсыз қалды. Бірақ Иппо өз денесін аяққа тұруға мәжбүр етті және шайқасты жалғастырады. Мията сол орайда соққы жіберіп, Иппоны тағы да құлатады. Бірақ Иппо қайтадан аяққа тұрады. Қанша таяқ жегеніне қарамастан Иппоның соққысы жойқындығын жоғалтпады. Мията соңғы соққысымен Иппоны нокдаун етіп шайқасты аяқтайды. Иппоның жеңілісі Камагаваны ойландырумен болды. Қанша құласа да берілмейтін оны бокстың ескі эрасын есіне түсірді. Камагаваның сөзіне қарағанда, Такамура нағыз монстрды алып келді және оған күн сайын Иппоны жаттықтыруға тапсырма береді. Иппо есін жинаған соң оның залға қабылданғанын айтып, Иппоны жылы қарсы алады. Ал кезегінде Иппоның қуаныштан көзіне жас келді. Сонымен алғашқы жаттығу күні басталды. Енді ол алғашқы ай Камагавамен дайындалады. Иппоны екілік соққымен жаттықтырады. Себебі Иппоның шыдамдылығын арттыру үшін 3 минут бойы осылай тоқтамай соққылау оның формасын тез қалыпқа келтіреді. Камагава Миятаға провокация жасап, Иппоның соққысы тиген жағдайда ол оны көтере алмайтынын айтады. Камагаваның ойынша бәсекелестік оларды ең үздік спортшы жасайтынына сенді. Және 3 ай бойы осылай дайындалып, міндетті түрде Миятаны жеңу керектігін айтады. Келесі күні Иппо апперкотпен дайындала бастады. Иппо үшін бұл жаңа прием болды. Ол ешқашан апперкот жасап көрмесе де, Иппо оны мінсіз орындап шықты. Залдағылар оның потенциалына таң қалды. Камагава оны бой істенуге шақырады, яғни қарсыласыңды ойша елестетіп, онымен жекпе-жек жасау. Ол тек Миятамен ғана жекпе-жек жасап көргеннен кейін ойша дайындықтың өзінде одан жеңіліп қала берді. Такамура жай қарап тұрмай оған көмектесуге ұмтылды, бірақ оны Камагава тоқтатып, қарсыластың әлсіз жерін өзі табу керектігін айтады. Иппо расымен де дайындықтың арқасында нормадан жоғары нәтижеге қол жеткізді. Оған себеп болған бәсекелестік, бірақ бұл олардың жау екендігін білдірмейді. Иппоға рингке шығу үшін аяқ киім қажет болып дүкенге барды. Мията сол жерде болып жаңадан келгенге аяқ киім таңдауға көмектеседі. Әңгіме үстінде Мията өз әкесі туралы айта бастайды. Әкесі бокспен әуесқой айналысқан екен. Әкесінің түсінігінде техника күштен басымырақ деп өзі тек аяқпен корпусқа ғана аса мән беріпті. Кезекті финалды жекпе-жекте күші басым қарсыластан жеңіліп қалыпты. Содан кейін ол қара күш техникадан басым деп шешіпті. Ал Мията әкесіне соңына дейін сеніп, сол сәттен бастап әкесіне оның техникасы мықтырақ екенін дәлелдеу үшін мақсат қойыпты. Сол себепті әр жеңіс оған маңызды екенін айтып, және бұл Иппоға да қатысты екенін айтады. Өйткені Иппо қара күшті қолданатын ескі дәуірдің боксері секілдеді. Иппоға бұл сөздер өтіп кетіп, әр күн сайын Камагавамен
жаттығуды қалдырмай отырды. 3 айдан кейін ақыры реванш уақыты келді. Иппоға да жеңістің маңызы өте зор. Спортшылар кругында Мията жеке бір тұлға. Сол күні залға спорттық журналист Фуджи келеді. Ол туп-тура Иппо мен Мията арасында болатын жекпе-жек уақытына түсіп қалды. Осы жолы Иппо өзіне сенімді бастады. Осыған дейін Иппо Миятаның соққысын көре алмайтын еді. Қазір ол Миятаны отырғызып тастады. Ал бұл тек Миятаны ашуландырады және ол жауапты соққысын жасайды. Оңтайлы уақытта ашық қалған Иппоға соққы береді. Иппо ол соққыны ине шаншығандай көрмей контратака жасап Миятаны 2 рет напыл жібереді. Соққы ауыр болды, бірақ Миятаның жеңіске деген бешеный желаниясы одан да басым еді. Иппо жойқын апперкот жасағанда соққыны өткізіп жіберіп, Иппоны жерге қадап тастайды. Иппоның бас айналып соңғы күшін жинап аяққа тұрады. Сол кезде үзіліс уақыты соғылып, Мията 2 рет жеңіл соққылармен нокдаун алып, егер Иппоның жай ғана бір жойқын соққысы өзін ұшыратынын білсе де, ол оны қызықтырмады. Мията өз жасындағылардан қарағанда опыты көп боксер, сондықтан ол Иппоға соққы жасатпай оны қыса бастайды. 3-ші раундта Мията бар күшін қолданып, Иппоның корпусын бұзып, дәл соққысымен тізеге түсірді. Бас айналу эффектісі жоғары болса да, шайқасты жалғастырады. Шешуші раундта Мията тағы да басым болды. Мията Иппоны дабит етіп жатып, бір сәтте Иппоға оңтайлы сәт келіп апперкот жасайды. Бірақ Мията соққыны өткізіп жіберіп, дайындалып тұрып, Иппоның тамағына соққы жіберді. Бірақ ол сәтсіз болады. Миятаның денесі шайқасты жалғастыруға жарамай қалды. Осылайша Иппо тәжірибелі боксшыны жеңе алды. Хот ол спарринг болса да. Келесі күні Иппо залға келгенде Мията көрінбеді. Сол себепті Иппо жаттығуда өте нашар көрсеткіш көрсетеді. Бұған Камугаваның қаны қайнап Такамурамен жаттықсын деп жібереді. Такамура да как раз келесі жекпе-жегіне дайындық еді. Иппоға чемпионмен жаттығу әлдеқайда қиын болып шықты. Жаттығу кезінде Иппо Миятаның арқасында ғана жаттығып жүргенін айтқанда, бұл Такамураның ашуын туғызып, Иппоның сөзі бойынша профессионалды бокс дос іздеуге жол ашпау қажет. Ондай жағдайда жекпе-жекте өзін жеп тастайтынын айтады. Жаттығудан кейін Такамура Иппоны лапшамен құрметтейді, ал өзі болса помидорды азық етеді. Иппоның айтуы бойынша ауыр диета оны әлсіреп тастайтынын айтқанда, Такамура оған уайымдамауын айтып, мұндай диетаға жиі отыратынын айтады. Такамура бокс жолына қалай келгенін айтып береді. Ол кезінде Иппоны ұрып кеткен секілді хулиган болғанын айтады. Бірақ Камугаваның арқасында профессионалды боксқа жеткенін айтады. Алғашқы жеңісінен кейін залдың сүйіспеншілігін алу оған мотивация бергенін айтады. Әңгімеден кейін олар ұйқыға кеткен сәтте Иппо Такамураның қиналып жатқанын көреді. Аштық оны жатқызбады. Бұл оның түні бойы жаттығуына себеп болды. Сонда Иппоға профессионалды бокс өзі ойлағаннан да ауыр болып шықты. Такамураның жекпе-жегі болатын уақыт та жетті. Керемет атмосферада Иппо көрермен болуда. Ауыр диетаға қарамастан Такамураның күші өз бабында. Бірінші раундтың өзінде қарсыласын ойсырата жеңіп шығады. Иппо бақылап отырып, ол да бір күні Такамура секілді болатынын айтады. Осылайша первый шаг атты анимені жартылай қысқаша аяқтайтын боламын. Видеоның жалғасын қаласаңыздар 500 лайкты пытырлатып тастауыңызды өтінемін. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал енді келесі видеоға дейін көріскенше күн жақсы.